Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше мақ қосылған салат дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керек заттардан алдын ала қайнатылған тауықтың төс еті, жұмыртқа, сыр, қызанақ, салат жапырағы және қытырлақ нан, яғни керешке, майонез қажет болады. Ең алдымен тарелкаларымызға салат жапырағын осылай әдемі етіп орналастырып аламыз. Оның үстінен қайнатылған тауық етімізді соломка етіп турап, осылай қойып шығамыз. Мен майонезді өте қалың етіп сеуіп шыққан болатынмын. Сіздер әр слойдың ортасына жұқа етіп сеуіп шықсаңыздар болады. Келесі кезекте қызанағымызды 4 бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Осылайша қызанақтарымызды орналастырып, дәміне қарай кішкене ғана мөлшерде тұз себетін боламыз. Оның үстінен қырғыштан өткен сырымызды орналастырамыз. Жаңағы айта кеткенде, осылайша әр слойдың үстінен жұқа етіп майонез сепсеңіздер болады. Барлық сырларымызды осылай орналастырамыз. Енді қонақ күткенде өте ерекше әдемі көрінетін болады дастархандарыңызда. Барлығы қол жетімді заттардан дайындалады. Және алдын ала осылай қайнатылған жұмыртқамызды да 4 бұрышты етіп орналастырып шығатын боламыз. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, сізде осы салатты дайындап көрген болсаңыздар, комментария бөліміне өз пікіріңізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Мені қолдай кетіңіздер. Осылайша барлық жұмыртқамызды орналастырып шығамыз. Енді оның үстінен керешкеларымызды осылай орналастырып шығамыз үстінен. Және сәндік үшін бетіне кішкене ғана, бір ас қасықтай ғана мақтан құйып шығатын боламыз. Енді дастарханда өте ерекше дәмді болып шығады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сізде дәл осылай қонақ келгенде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Осылайша сізде міндетті түрде дайындап көріңіздер.